Сәлем, балалар. Арнамызға қош келдіңдер. Бүгін мен сендерге ерекше, жүрекке жылу беретін ертегі айтып беремін. Арнаға жазылып қасымызда болуды ұмытпаңдар. Ақылды бота. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, көк аспанмен таласқан кең байтақ даланы мекендеген бір отбасы болыпты. Олар мал бағып, еңбекпен күн кешіпті. Бір күні сол отбасының ең кішкентай мүшесі Айбар есімді бала тайғақ кешуде ботасын жоғалтып алыпты. Күндер өтіп Айбар ботасын іздеп жүріп терең бір шатқалға тап болады. Сол шатқалда жалғыз, аш-жалаңаш қалған ботаны көреді. Бірақ бұл жай бота емес, ерекше ақылды, адамдардың сөзін түсінетін бота екен. Бот Айбарға: "Сен мені тапқаның үшін рахмет. Бірақ мен саған тек серік қана болмаймын. Сенің арманың бар ма?" деп сұрапты. Айбар: "Менің арманым ауылымды гүлдендіріп, бәріне көмектесу" деп жауап береді. Содан бастап бота мен Айбар бірге түрлі ауылдарға барып, адамдарға көмек көрсетіп, қиындықтан шығуға, жол табуға көмектесіпті. Ақылды бота ақылын айтып, Айбар қолымен еңбек етіп, ауылдың шырайын келтіріпті. Міне, балалар, ақылды бота мен еңбекқор Айбардың ертегісі осындай. Сендер де әрқашан адал, еңбекқор болыңдар. Ертегі ұнаса, лайк басып арнаға жазылып қойыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.